Басталды давай. Басынан айтайын ба? Иә. 2030 жыл екен. Өлмеппін әлі тірекем. 80-нен жасым асса да Сарыағашта жүрекем. Қазақтан шыққан бір ғалым таң қалдырып ғаламды жасартатын адамды дәрі ойлап тауыпты. Сол екен дәріге әлемнің көңілі ауыпты. Оғанмен бірақ не пайда, көп адам емін таппайды екен. Өйткені дәрі қазақ тілін білген білмегендерге жақпайды екен. Міне осылайша сейіліпті тіліміздің жойылып кету қаупі. Сейілмек түгіл артта қалыпты ауылы. Басталыпты жаңа дәуір. Қазақ тілін үйренудің дәуірі. 2030 жыл екен. Тіліміз біздің тіл екен. Өзге тілдерге пір екен. Жер шарының адамы қазақша үйреніп жүр екен. Ағылшын тілі әлсіреп екінші орында тұр екен. 2030 жыл екен. Теңгенің құны құн екен. $100 ақштың бір-ақ теңге болып тұр екен. Барлық қазақ байыпты, байығанына лайықты. Бас-басына бір зауыт қанат тікенге жайыпты. Инвесторлар кешегі елдеріне тайыпты. Төлейді екен қазекем, шетелдіктерге айлықты. Әбден байыған бұл қазақ 100-ге бөліну бұлай тұрсын, әкім болудан қашатын болыпты. Депутат болу қолдан келмейді деп шынын айтып сасатын болыпты. Өлтіру, зорлау, тонау жоқ, қылмыс десе көздері аларыпты. Деген сөзді естімейсің, біреуден біреу пара алыпты. Жас ғалымдар ашады екен ай сайын не бір жаңалықты. Тартылыс заңын сәл өзгерту, нәтижесінің бір қызығы қыс айында өтеді екен Астанадан экватордың сызығы. Қазақ ашқан бұл жаңалыққа бар әлем қапты тосылып, айналыпты үлкен мұхитқа Каспий мен Арал қосылып. Құлпырыпты кең далам, бұрыннан жатқан жалаңаш, өсіпті бетпақ далама үнді шай мен ананас. Ғалымдарыма рахмет жағдай жасаған адамға. Жерік бопты негір келіншек, Атырауда өскен бананға. 2030 жыл екен. Біріккен ұлттар ұйымы НАТО басшылары Қазақтан шыққан ұл екен. Федерациясын футболдың қазақ басқарып жүр екен. Өтпелі кезең тұсындағы құтылыппыз барлық азаптан. Көз сүрінет календар жасалған небір ғажаптан. ақш, Ирак, Индия, олардан қалмай Ресей, Қытайың президенттері сайлапты өзіміздің қазақтан. Кітабына Гиннестің алтыннан жазып парақты, өнер тапқыш бір қазақ аузына елді қаратты. Бірінші боп ойлап тауыпты, планета аралық өз ұшатын табақты. Сатыла деген табақтар тек қазақша білгенге, қымбат емес бағасы, бар жоғы бір теңге. Ұшқыш табаға қазақтың Сатурн барып қоныпты. Инвестиция сап Марсқа егін оратын болыпты. Юпитер, Нептун жерлері 4 түлік малға толыпты. 2030 жыл екен. Шетелдіктер дорбарқалап, жұмыс іздеп өзімізде жүр екен. Бір француз, бір жапон, мал бақсақ қалай болады деп қазақша сөйлеп тұр екен. 2030 жыл екен. Осы айтқандарым шын екен.